Сәлеметсіңдер ме балалар? Көңіл күйлерің қалай? Жаңа әріппен таныспас бұрын жұмбақ шешіп көрейік. Жаздай қыдырады, қыста демалады. Жеміс жидек жегені балды жақсы көреді. Бұл не балалар? Дұрыс таптыңдар. Аю. Аю сөзінде қандай жаңа дыбыс естіледі? Дұрыс, ю дыбысы. Бұл ю дыбысының бас және кіші әрпі. Мұқият тыңдап көріңдерші. Ю деген уақытта қандай дыбыстар естіледі? Дұрыс, и және у дыбыстары естіледі. Алайда бір ғана ю әрпімен таңбаланады. Ю қосарлы дыбыс. Сондықтан дыбыстық талдау кезінде қысқа и дауыссыз және у дауысты ретінде екі түспен белгілейміз. Есіңде сақта. И әрпіне аяқталатын қимылдарға у дыбысы қосылса, ю болып жазылады. Мысалы, түй, түйю, қи, қию, ки, кию, ти, тию, жи, жию. Ал кейбір сөздерде ю әрпі жазылмай, и, у дыбыстары естілуі бойынша жазылады. Мысалы, айуан, кейуана, хайуанат, хиуа, миуа. Қазақ тілінде ю дыбысы сөздің ортасында және соңында ғана кездеседі. Оқылым. Менімен бірге қайталап оқы. Аю, аю, жаю, жаю, баю, баю, ою, ою, қою, қою, тою, тою, ою, ою, қою, қою, ию, ию, қию, қию, жию, жию. Ұйқасын тап. Ақ аю суда, қоңыр аю тауда. Өте жақсы, қайталап оқып шық. Ю дыбысының бас және кіші әрпін жазып шығайық. Жоғарыдан түзу сызық 1, 2, 3, 4. Кіші әріп 1, 2, 3, 4. Керемет. Жаңылтпаш айтып көрейік. Менімен бірге қайталап отыр. Ою, ою, ойым барды. Ойналмастан ойын қалды. Орындалмай ойымдағы, ойылмады оюдағы. Ора шолақ олақпын ба? Оялмадым оюларды. Енді жылдамырақ. Ою, ою, ойым барды. Ойналмастан ойын қалды. Орындалмай ойымдағы, ойылмады оюдағы. Ора шолақ олақпын ба? Оялмадым оюларды. Енді бұдан да жылдамырақ. Ою, ою, ойым барды. Ойналмастан ойын қалды. Орындалмай ойымдағы, ойылмады оюдағы. Ора шолақ олақпын ба? Оялмадым оюларды. Өте жақсы. Сенің қолыңнан келетіне сенемін. Қайтадан қайталап көр. Сонымен балалар, бүгін біз қандай дыбыспен таныстық? Ю дыбысымен. Ю қандай дыбыс екен? Қосарлы. Ою сөзінде неше дыбыс бар? Әрине, 3. Ал неше әріп жазылады? 2 әріп. Ал аю сөзінде ше? Неше дыбыс? Неше әріп? Өте жақсы. 3 дыбыс, 2 әріп жазылады екен. Басқа да әріптермен танысу үшін
видеолар бөліміне өтіп көр. Келесі кездескенше қош сау бол.